Ассалауму алейкум. Қарақалпақ әдебиет сабағы. Мен Атаниязова Гүлшат Сейтниязовна. Бүгінгі тема Ажнияз Қосыбайұлы Бозотау поэмасы. Бозотау поэмасы бұл тарихи уақияға, яғни жаугершілікке байланыслы Ажнияз Қосыбайұлы тарапынан жазылған, яғни халық сол кезлері хартарифлеме қысымға ұшырайды. 1859 жылғы уақиялар деп айтылады зерттеулерде. Һәм халық хартарифлеме қысылып, Қоңыраттан 30 километр қашықтықтағы Қисық Борхан деген атауда халық өз алдына жасай бастайды. Һәм сол жерге жаулар hüjüm етіп, сол таңда сол жаулардың hüjümіне ұшырайды. Соның менен сол жердегі халықты қырып, қалғанларын сол қыл етіп алып кетеді. Бұның ішінде Ажнияз шайырдың өзі де болған деп келтіреді. Һәм Ажнияз сол құллықта бара тұрған уақытта сол поэманы дөретіп, өзі нама менен сол жерде атқарған һәм сол жерде халық ядлап алған деп айтылады. Бұл Бозотау поэмасы Қарақалпақ әдебиетінде бірінші поэмалардан, яғни лиро-эпикалық шығарма болып, бұл жерде шайырдың сезімі һәм тарихи уақия келтірілген. Енді бұл Бозотау поэмасының сол текстілерінен үзінділер һәм соны талаймыз. Кетер болдық енді біздер баш алып, қош аман бол бізден қалдың Бозотау. Қошла салы қара көзге яш алып, қош аман бол бізден қалдың Бозотау. Бұл поэмада, яғни бұл жерде баш алып, кетер болдық біздер, біздерден қалып атырсаң, біздер қара көзге яш алып, қиналып сен менен қошласып атырмыз деген жер. Яғни бұл жерде Бозотаудан сүргінге ұшырап кетіп бара жатырған уақытылды келтірілген. Сен бақ едің бүлбүл ұшты зақ қалды, бүткіл сенем жанды іште дақ қалды. Қисық Порхан атау сені жау алды, басы құтлы, соңы ойран Бозотау. Һәмде қандай едің сен, қандай бақ едің, бүлбүллер ұшатығын еді, бүлбүллер сайрайтын еді, гүллер болатын еді, ал қазір болса зақ қалды. Яғни зақ білесіздер, қарға деген олар тек қандай жағдайда өлімтік ізлейтұғынын белгілі. Һәм бүткіл сенем жанды, яғни денем, бүткіл денем өртенді, жанды, ішімде дәрт болды, дақ болды деп келтірген. Яғни бұл жерде қай жер екенін де атап көрсетіп жатыр. Қисық Борхан атау деп жатыр, сені жау алды. Яғни болған уақияны айтып жатыр, қай жерде болғанын айтып жатыр. Басы құтлы, яғни бақытлы жасап жатыр еді, кейіні ойран болды, сондай болды деп келтіріп жатыр. Кімсаның анасы кімнің әммесі, кімсаның ағасы кімнің інісі, кімсаның қыз оғлы кімнің сіңлісі, әтрек көрген хажар асты Бозотау. Яғни бұл жерде кімсенің анасы әммесі кім болса да, һәммені ағасын, інісін, һәммені қыз оғыл, һәммесін әтрек көрген хажар бойлап алып кетіп жатырыпты, сол бойлап баратырыппыз, сол жолдамыз деп келтірілген бұл жерде. Кірпігі оқ, аның қашылары каман, yüzлері қырмызы хүршүйді табан. Илейлі Зüleyхадай не көзал жанан, әсір болып қолға түсті Бозотау. Бұл жерде не бір жананлар, не бұл азат, сұлу, қырмызы хүршүйді табанлар, көзал қызлар, һәммесі әсір болып, құл болып қолға түсті деп келтірілген. Сәһәр уақытта қырлы дүпен атылды, бенде болып түштім, қолым шатылды. Перидек қыз шоры болып сатылды, қанизек башына түсті Бозотау. Яғни қашан болған, сәһәр уақытта таң атпай тұрып сондай басқыншылық болғанын, қырлы дүпен бұл мылтықтың түрі сондай, соның менен атылғанын, бенде болғанын, құл болғанын, яғни қолым шатылды, қолым байланды, іләшсіз қалдым деген мәністе. Һәм перидек қыз шоры болып сатылды, перидек қызлар құл болып шоры болды, қанизлік басына түсті, құллық басына түсті деп келтірілген. Тағдыр Алладандыр себеп Қоңыраттан, бейрәхім Сейілхан деген ел аттан, айыра түштік ашамайлы қияттан, ел атсыз, жайлаусыз қалдың Бозотау. Яғни бұл жерде Ажнияз Қосыбайұлының діни білімлерінің бар екенін, яғни тағдыр Алладан жазылады, бірақ себеп Қоңыраттан болып тұр деп келтірілген. Яғни бейрахым Сейілхан деген ел аттан. Қай жерде болғанында бұл уақияның келіп шыққанында келтіріп өткен. Айра түштік ашамайлы қияттан, ашамайлы қият рулары
жерлері, яғни қарақалпақларда руларға бөлінген халық. Hem de elatsız жайлаусыз қалдың енді, елатсыз қалдың, халықсыз қалдың, жайлаусыз қалдың Бозатау деп жырлап атырыпты. Демек, бұл Бозатау тарихи жыр, бұл Бозатау ауыздан ауызға өтіп тез үйреніліп кеткен, һәм бұл халықтың гимніне айланған, халықтың сол аянышылы тағдырын, халық тағдырын келтірілген. Хәттеки сол бірінші сабақлықлар Сейфулғабит Мәжитов тарапынан жаратылған сол бірінші сабақлықларда да, сол бір ең дәслепкі мектеплер үшін арналған егиделер сауаты сабақлықларында Бозатау поэмасы толық нұсқасы берілген, толығы берілген. Ямаса сол Баскаковтың «Каракалпакский язык» кітабында да сол Бозатау поэмасының үзінділер келтірілген, яғни Бозатау поэмасы сол өзі дөретілген дәуір үшін ахметлі еді. Қазір де Қарақалпақ халқының жүрегінде, өтімішінде, хәзірінде халықтың тұрмысын жырлайтұғын поэмалардың бірі болып табылады. Бұның ішінде Әжінияздың өзі болған деп келтіреді мағлұматларда, өзі бұрылған, өзі жаратқан, һәм түркменлер менен сол жаулар менен сол өздерінің тілінде сөйлескен, һәм олар ханына апарған уақытта да тайсалмай өзінің пікірін айтқан, өзінің санасын көрсеткен, һәм де ол сол жердегі сол Қаражыңғыл деген жерде сол айдалып баратырған халықпенен бірге сол Әжіниязды да тұтқынлықтан босатып жіберген деген де мағлұматлар бар. Демек, бұл Бозатау поэмасы халықтың жүрегінде мәңгі сақланған һәм мәңгі сақланатұғын қадірлі, құнлы шығармалардың бірі болып табылады. Бозатау уақиясына арналған Камал Мәмбеттің Бозатау романының толық нұсқасын оқып шықсаңыз болады. Жазушы Камал Мәмбетовтің бұл QR-код арқалы, һәм де Карамати Сұлтановтың Әжінияз романын да бұл QR-код арқалы оқып шықсаңыз, сол Әжінияз шайырдың өмірі, болған уақиялар хақында көркем мағлұматпенен танысасыз. Бұл жерде тарих сақлай алмаған нәрсені әдебиет сақлап қалады деп сыншы Белинский айтып өткен. Сіз өз пікіріңізді білдірің бұған. Яғни бұл тарихи уақия, һәм тарихи уақияда соны Әжінияз қалай көркем шеберлікпенен келтірілген. Мияқта тарихи хақиқатлық пенен көркем хақиқатлық. Тарихи сол болған уақияларды тарихи шынлықты жазасыз, бұл жерге көркем хақиқатлық, яғни көркем шайыр тарапынан дөретілген хақиқатлықты жазып өтесіз. Бұл жерде поэзияда Әжінияз тарапынан дөретілген Бозатау поэмасы, һәм прозада жаңа Караматин Сұлтанов пенен Камал Мәмбетовлер тарапынан дөретілген сол жазушылардың һәм шайырдың сол тарихи уақияны поэзиялық, прозалық шығармаларды сәулелендіріп өзгешелігін салыстырып жазасызлар. Демек, Бозатау поэмасы хақында қысқаша шолуымыз осылардан ібарат еді. Диққатларыңыз үшін рахмет.